Атақ пен даңқ, байлық пен жетістік. Бұл ханымдардың өмірін керемет деп елестететін боларсыз. Халық оларды жақсы көреді, бірақ бұл жетістіктің құны қандай? Алғаш рет олар ақиқатын ашып айтады. Она просила его уйти от меня, на что он ответил: ну как я ее брошу, она же старая, ей 35 лет, она не может родить. Как я ее брошу, ты можешь потерпеть немножко? Мама, енді мен ату жазасынан ете ма, адам өлді ғой дегенде қарап тастай қорқыныш пайда. Когда ты медийное лицо и ходишь с синяками на глазах, это страшно. Олар ұят болады деп үндемей келді. Бірақ бүгін бүкіл елге ұят емес деуге даян. Я люблю человека сейчас, с которым я не могу быть вместе. Он женат. Жанарға жасырынған жас. Сол күні әке мен түнде ұрғаным есімде, сен неге үйге еркек алып келесің? Через 2 месяца женился на другой. Нормально? Бегите от этих уродов. Үмітсіздік. Мен жылап қарсы алдым қыз екенді. Бұлай жалғасуы мүмкін емес. Ну, я сделала тут такие моменты. И у меня должно было быть 2 или 3 ребенка. Қайғы, Я понимаю, что тебе не дают ничего просто так. өкпен аз. Көбісі ойлайды мен туралы дайын нәрсеге барып отыра қалған адам деп. Олай емес. Ашық сұхбат алаңы. Боямасыз өмір. Еліміздегі ең шынайы жоба. Танымал ханымдардың тағдыр талайы. Сіздің қате баспауыңызға сеп болсын. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өте жақсы. Жалпы Қайраттың осындай деңгейге жететініне, жұлдыз болатынына қашан көзіңіз жетті? Жолдастарымызбен баратын тойлардың бәрі мен жолдасымның әнін сөтпейтін. Қаншама осы әншілер, сен дауысың мықты ғой, бәрінен мықты. Жаңа ән айтып тойларға шығайық деп, осы қанша адам айтып жүрді. Мен айтамын, барсайшы деп. Барсайшы, ол жерден сен көп табады екенсің деп айтамын ғой. Сен жолдасым айтады, сен қара шай ішкеніне ырза бол. Өйтіп сен жаңа икрасымен, сарымаймен тамақ жемей-ақ қой. Өйткені мен адам баласын тойлап кетем. Одан кейін жаңағы көзіңе әр нәрсе түседі, жаңа арақ бар ма, жаңа қыз ертістіру ма, мен сайтан емеспін, мен де мысалға адасу мүмкін дейді. А мен семьямды қатты жақсы көремін, баламды да сен де жақсы көремін, мен айрылғым келмейді, мен сенің мінезіңді білемін дейді, сен кешірмейтінін білемін. Сондықтан да осы қара шай ішейік, мен шықпай-ақ қояйын деп сөйтті жолдасым. Бірақ соны баламнан қатты күттім. Хаят өмірге келгеннен кейін біз 6 келіншек бірге бір уақытта босандық. Соны 6-ауымызды бір палатаға жатқызды. Сол емізбек алып келеді, сол кезде көбісінің балдарының дауыстарында ащы, бір жағымсыздау дауыстар шығады, бөпе болса да ше. Нәресте ғой, Құдай нетсін. Бірақ сол кезде ана келіншектердің бәрі күлетін. Ойбай, сенің балаң деген адамның жүрегін езілдіртіп тұр, жүрегін ауыртып жүреді, жаман аянышты дауыс депті. Кейін ана ауырмай жүректі айтқан кезде сол есіме түседі ғой. Сол кезде туылған кезде адамдардың жүрегін ауыртып еді деген сияқты да. Сіздің отбасыңыз Түркістан қаласына барып, енеңіздің қолыңызда, дұрыс қой, ата енеңіздің қолыңызда нәрестелі болдыңыз, яғни Қайрат дүниеге келді, кейін 40-нан шығарып Алматы қаласына оралып жатақханада тұрдыңыздар, дұрыс қой? Сіз ол кезде саудамен айналысасыз, барахолкада зат сатасыз. Мен ол кезде кілем сатып көрдім, алтын сатып көрдім, ол кезде бәрі дефицитіне не болатын, табылмайтын. Ең бірінші сол аяқ нені иностранцияр зат алмай тұрған кезде мен индийский магазинге бардым, Гангаға. Өзім көйлек алуға бардым. Біз енді ақша жоқ кез болған емес, тек қана қиналып тапқанымыз болмаса, ол қиналғанымызды жолдасымыз екеуміз ешкімге айтпаймыз да. Қалай қиналамыз, қалай нетеміз, өйткені таңғы сағат 5-те барахолкаға барасың, одан мұздаяқ болып тұрасың, шаш тексеріп жатқан жерге барып қолын жылтасың, мысалға анау ақшаны үй алсам екен деп қимай, 2 шашликке қимай, 1 шашлик алып жейсің деген сияқты, енді қиындық көп қой. Бірақ әйтеуір ақшамыз қолымызда мол болды. Сол жаңа сауданың арқасында үй алдық, көлік алдық. Бірақ енді сөзіңіз аузыңызда, менің ойымша енді тыңдап отыру мадан бері әңгімені, сіз бәрін жасапсыз, бәрін сіз жасадыңыз. Ал Нұртас ағамыз не жасады? Нұртас ол да мысалға өзінің жұмысымен, ол мысалға жаңағы общежитияның артында активзал болады ғой, сол жерге ол кезде жаңағы телевизордан көп кинолар көрсетілмейді, боевик дейді, мысалға жаңағы Джеки Чан, Брус Ли деп жатады ғой, Ван Дам деп. Солардың бәрін осы видеомен көрсететін, видео ең шыққан кез. Соған студенттер мысалға 1 сомнан кіреді ғой. Күнде мысалға қаншама сеанс, қаншама студенттер кіреді. Сондай жұмыс жасайтын. Бізге енді сіздің сол кездегі жатақханада тұрып жүріп, сауда жасаған кездеріңізді
жақсы білетін сіздің әпкеңіз және құрбыңыз сұхбат берген болады. Бірге тамашалсақ. Осы бір базар болатын тұғын бізде, осы бүкіл Алматы бойынша. Осы базарға келіп біз ең алғашқы саудамызды Гүлзираменен жаңағыда бастағанбыз. Мединститутта иностранецтер оқитын тұғын, шетелдің студенттер. Сол кісілер солар әкелетін, біз солардан алатын тұғымыз, реализацияға алатын тұғымыз. И соны біз сатып, оларға ақшасын, өз ақшасын, өзіміз пайдамызда, өздеріне товардың ақшасын беріп отыратын тұғымыз. Біздің кезімізде мынандай вообще жабық контейнер болмаған тұғын. Күн суық, өзде қар қалың бұяқта, Алматыда суық болатын тұғын. Машина жоқ, таксимен таңғы сағат 5-те шығамыз. Таңертең сағат уже 6-да осы жерде орын алу үшін келеміз. Сол ряд столдардан иногда біз аламай қаламыз орындарда. Оның өзі ақшамыз жоқ қой. Ол өзі ақшамен беріледі. Ол кезде аламай қаламыз кейбір кезде ақшасын төлеуге. Біз кәдімгі түрегеп тұрып сататын тұғымыз. Түрегеп бір шетінде мынандай стойка бір темірлер болатын тұғын. Соған кәдімгідей былай іліп қойып сөйтіп сататын тұғымыз. Бұл жерлерде де бір қиыншылықтар болған, нелеріміз болған жаңағыдай. Бізді ұсталып жаңағыдай апарып, мысалы үшін мен өзімде, мысалы үшін неде апарып жаңа оларда ол кезде нелер ғой, документ сұрайды бізде. Ондай документ қаяқтан, документ кім береді саған айналдырған бір күнге? Оны документ алуды ойламағанымыз үшін айтқанда біз бар ғой. Сөйтіп ұсталып, Целиннің қасында неде опорный пунктта қонған күндеріміз болған бір күн. Сонда әйтеуір жолдастарымыз оқудан шығып кетпесін, өзіміз бәр нәрсені кінәні мойнымызға алып жаңағыдай. Кейін түсіністікпен қарап, бүкіл затымызды алып қойып жаңағыдай. Набарсыз ештеңкесін 0-0 кәдімгідей шыққан күндеріміз болған. Әйтеуір лишь жолдастарымызға кесірі тиіп кетіп, оқудан шығып кетпесін деп сондай күндер басымыздан өткен. Бірақ сонда да қайтпай, қайтадан істеу керек жұмыс, қайтадан істеу керек деп. С нуля бастап қайтадан істейтін. Бәріміз общежитие тұрамыз, бірақ бөлмейсің. Кейін баламыз еңбектеп барып, аяқ киімді барып, қолдарын ұстайды. Аяқ киімде бір жерде, тамақ ішетінде, жататын жерде бір жерде бәрі. Сонда біз армандайтын тұрамыз. Ең құрманда бір аяқ киім бөлек тұрып, бала бөлек, адамды қонақ келгенде кухня бөлек болатын, сондай деп армандайтын, сондай үй алсақ деп. Бірінші жинаған біз ақшамызға бәріміз үй алуға әрекет жасадық. Бұдан 15 жыл, 20 жыл бұрын Нұртас пен Гүлзираның бірінші сатып алған үйі. Өз еңбек ақыларымен, өздері еңбектеніп сатып алған үй осы. Ол кезде мен Түркістанда тұрам. Таңертең таңғы пойыздан сағат 7-8-дің шамасында түсіп, үйге келсем, Аяның жаңа туылған кезі 5-ке байлап отыр екен Гүлзира. Маған шайын беріп, мен бір жарты сағатқа бір дүкенге барып келейін деп шығып кетті есімде. Сол мен жарты сағат емес, бір сағаттан кейін келді. Келіп, қуанып, жаңа келіп, әпке мен не жерде көк базар жағын, сонда барып, таңғы жаңағы көтерме дейді, оқыттым мен. Коробка индийский шай деген өте бір табылмайтын болатын. Индийский шайды алып, көтерме бағамен алып, соны жаңағы біртіндеп сатып, мұнша ақша тауып келдім деп столға қойғанда таң қалғаным бар. Нұртас өзі кенжесі, 9-шы бала, әпкелері көп, ағалары көп, солардың балдары енді студенттер ғой, солардың бәрі Гүлзираның қолында тәрбиеленді. Біз оның үйіне қонуға бара алмайтынбыз, себебі өте көп болатын. Студент қыздар, балдар бәрі Нұртастың туысқандары. Үйіне бір тірлікпен таңертең бір обедке жақын барсам, қазір енді 5 минут шыдаңыз, студенттер кетеді. Сосын бір рахаттанып отыр, бір жақсы бір сорпа жасап қойдым, соны бір ішеміз. Сол сорпаны ішуге жаңа енді отырған сол бір уақытта жаңа ой деп айқайлаған дауысты естіп, мен ойландым, күйіп қалған екен деп. Сөйтіп қарасам, қазанда тамақ жоқ. Жаңағы үйінде жаңа 10 шақты қыз, ұлдар, студенттер бар. Жаңағы 2-ші этажға көтеріліп, ар бұрышта, мына бұрышта студент қой енді, солардың бәрі жаңағы ішіп жеп кеткен. Олар Тастақта жаңа канцелярский товар сатты. Сол кезде, Тастақта. Осы барлық оқуларды әкеліп сатты. Негізі основной жаңа Тастақта сатты. Жаңағы тетрадтар, кітаптарды оқулығы сататын да, біз ол кезде қойшы, оның бір 2 тиынға бола соны бір тетрадты алып сату деген жоқ. 3 теңгеден аса оны соны жаңағы 4 теңгеден сататында үлкен тетрадтар алып, есімде Қайратқа да айтатын тұғын, оларды сатысатын тұғын. Алматы енді бір киоскісі бар адам, ол бай болатын. Ал Гүлзирада 4 киоскі болды. Шалмасқанда да Қайраттың бұрын енді көрмегенде, білмегенде барып былай болады екен деп көрсем, өзі бірден жаңағы сауда болса алып кетеді.
сөйтті дереу ол сатқан күні бәрі өтіп кетеді, бірақ оны күнде тұрғызбаймыз ғой. бір 2-3 айда бір жаңағы сататын қыздар келмей қалған кезде жаңағы заттың бәрі дайын тұрады, олар ашып кетеді ғой шықпаса тауықтың бәрі. Сондықтан да сол қайратты барлық жағына қайратты жұмсайтынбыз. Қайрат шаурма сатып тұрған кезде өзіңіз ана ретінде іштей сездіңіз бе, мынау болашақ жұлдыз ертең бүкіл елге танымал болады деп? Бір сезім болды ма? Сол кезде де мен оны жетектеп жаңағы әнші балапан болсын, не болсын жетектеп алып жүріп жатырмын. Және де жаңағы арманымды қалай орындайтынымды білмеймін, күн-түні Құдайдан сұраймын. Одан кейін енді маған Қайрат ол өтініп жатқан жоқ, мен қалай шығарды, бірақ өзімнің арманым, соны мен қалай жұлдыз ретінде көрем. Армандағаным соншалық Мария Ильясоваға бардым, Қыдырәлі Болмановқа бардым, дисктердің бәрін алып ол кезде қызық. Осы Республика сарайының үстінен офис алған. Қай жылдары? Қайрат ол кезде кішкентай бір 6-7 оқи ма, сөйтіп Қайратты шығарса екен деп армандап барып, жаңағы видеоға басып аламын ғой Қайратты, сөйтіп мынандай кассета, қара кассетамен әкеп жаңағы телевизор тұр екен, соның астына видеоға тығып көрсетіп жатырмын. Мына жерде өлең айтты, қараңызшы, міне әнші балапанды айтты. Ол енді телефонмен сөйлесіп, деловой ол кезде, сөйтіп Қытаймен сөйлесіп жатыр. Сөйтіп енді маған қарамайды, ана телефонмен әлек, мен телевизорға қойып видеоны көрсетіп жатырмын. Сосын андасында бүйтіп бұрылып қалып, ана телевизорға көз түсіп кетсе видеоға, мен қуанып қалғанда көріп қалды ғой, ұнап қалатын шығар деген сияқты. Бірақ онша елеген жоғын, кеттім мен басын салбырап. Одан жаңағы Алтынбек Қоразбаевқа бардым. Сөйтсем, дайындалу керек қой, дайындай ғой деп, ол кісі де бүйтіп онша елеген жоқ. Майя Ильясовада жаңағы оқыту керек қой, кеп қатысын деді да, қой енді. Сонымен неғып ешқайсысы көрмейді деген. Сосын бір күн концертке бардым, жігіттердің концерті. Жігіттер енді күшті болып шығып жатыр ғой енді. Сонымен Асқар Жүнісбеков шықты бір өлең. Енді шығып жатқан кездері. Армандап отырмын. Мына жігіттер 4-еу ғой. Асқар Жүнісбектің қасына 2-ші дуэтқа айтсам алмас па екен деген сияқты. Сөйтіп армандап енді ол кезде бүйтіп жолға алмайтын сияқты болдым да, сонымен концерттен қайтып кеттім. Үйге келе жатып өзім жаман болдым. Мен неге біреуге қызығып, сол бейшара болып, жаңағы алдарына барып көріңізші баламның несін, жаңағы продюсер боласыз ба, бүйтесіз ба деп, мен неге бүйтіп жатырмын. Өйткені алдына бір Шаншарға шығардым, ол кезде жалып ұйымдастырушыға. Мен сен пәлен билетін сатып берейін, алдына тұрып сатсам да сатам, тек қана қарап бір өлең айтып, дауысын көрсінші депті. Сонымен Өктем Алтаевтың бір концертіне шығардым, Шаншарға шығардым, әйтеуір өйтіп жүріп. Сахнада енді гүлдердің әкелгендердің бәрі байқап отырмын. Ана жас бала дауыс әдемі болғасын, бәрі кезекпен тұрып Қайратқа бүкіл гүлді беріп жатыр да. Сосын одан самайын үмітім оянып. Сонымен жолда үйге келгесін жатырмын, ұйықтай алмаймын түнімен. Мен солар сияқты мен де адаммын. Олардың қолынан келген, неге менің қолымнан келмейді? Жаңа кісілердің алдына барғаныма өзім намыстана бастадым. Мен неге бүйтіп жүрмін, өзімді өзім түсіріп деді. Сонымен Қайратты алып шыққанда жаңа әнші балапанға барып дедім. 3-4 күн бойы қатар жарыс болады ғой. Оны ешкім сезіп жатқан жоқ, көріп жатқан жоқ. Өйткені баламды аламда жүгіремін, ана жерде қырғын тартыс, жаңағы не. Мен ол жерде танысым да жоқ, ешкім жоқ. Ана басқалар барса, Лұқпан қыз апарып жатады. Мына Лұқпанды бәрі таниды ғой, мен ешкім танымайды. Мен балама ешкім қарамайтын шығар деген сондай ойда. Қорқыныш. Ана сөздер, ағайындардың сөздері. Баласы жұлдыз болады дей ма, келіннің тамағы қайда, обедте тамақ пісірілмей қалыпты деген сияқты. Содан кейін сондай немен қараған кейін мен жаңағы нете бастадым. Қалайда мен уақытымды балама жеткізуім керек деген сияқты. Қайрат мектепті 9-шы сыныпты бітірісімен неге алып бардым, училищеге алып бардым, колледжге. Балаң дейді, әлі переходной возраст, қазір оқытуға болмайды дейді. Өйткені дауысы бұзылады. Мен айтам, жоқ, мен осыған қалайда мен түсуім керек. Болмайды, өйткені менің арманым бәрі осы балам музыкант, әнші болса деген арман. Бәрі мен осыған нетем деген сияқты. Соны әйтеуір сол жерге оқуға орналастырдым да, өзім көшіп кеттім Астанаға. Астанаға көшіп ол жақтан домашняя кухня деген жаңағы базардың кіре берісінен бір столовый аштым. Сонымен содан жақсы болып кеткен кезде ол жер сосқа кетті. Бұзылатын болды да. Сонымен амал жоқ, бұзылды. Енді не жұмыс жасауым керек? Сонымен Қайрат келді сол кездері. Мама маған 2 ән қатты ұнап тұр деп. Қандай ән? Таңғы елеспен Арман әні. Сонымен Қайрат Арман таңдады. Сол әнді алып, соны жаздырып, одан кейін $3700 ма клип түсірді болған. Ол енді шын айтқанда бір жаңағыдай кішігірім үй алуға болатын ақша ол кезде. Сол Арманды түсірдік, телеарнадан берді, әйтеуір сол біраз ақша кетті. Сол қалай шықты, солай жаңағы баламыз екеуміз жаңағы бір әпкемнің қызы тұрмысқа шықты. Сөйтіп соған енді
артынан баратын киімдердің бәрін алып жүрміз, қайрат кетіп ағамыз. Сонымен қанша оның дубленкасы бар, оның басқа киім бар, ыдысы бар, бәрін алып жүрміз енді. Қолымызда былай қытайский жаңағы сумкалар болады ғой, сондайлар, сары пакеттер дәу-дәу, соның бәрі зат толы, қақаған аяз, жаңағы қолымыз қатып қалады, бірақ 3-4-еуін осылай ұстап алғанбыз, 3 адам. Қайрат бар, мен бар, кілеміміз бар еще. Сөйтіп базарда жүрсек, сөйтсек, жаңағы арман деп өлең айтып жатыр мына түсінбей жатырмыз. Қайрат ми ашып қалды. Өйткені мына жақтан да шығып жатыр, мына жақта бұрылса, мына жақтан шығып жатыр, мына жаққа бұрылса, мына жақтан, жан-жақтан арман. Жұрттың бәрі қойып жатыр да. Ортада пакетмен осылай айналып жүр ғой Қайрат та. Мама, менің әнім деп ортада түсінбейді. Мына жаққа қарасам, мына жақтан да, мына жаққа қай жаққа барса да арман әні болып жатыр да. Сол сәтте сіз қандай сезімде болдыңыз? Айтып тұрмын ғой, ол кездегілер енді мүлдем бөлек қуаныш ол. Енді сенің қанша кішкене сол Қайрат құрсағыма өткеннен бастап сол ән солса деп армандап, солға қанша қиялдап сол жеткеніне ол кезде енді және маған Қытайдан достарымыз телефон соғып, Қытайда сол хит болып жатыр, барлық жерде арман әні болып жатыр деп. Енді ол кезде жұрттар өсек шығара бастады. Ол жаңағы соқыр бала екен. Анау арман клипта очки тағып мотоциклде отыр ғой. Иә. Соны жаңағы очкиді көріп, ойбай, мынау соқыр екен деп әңгіме айтты да. Сондай біреулер оны өлтіріп тастады. Өліп қапты деп. Не бір әңгіме шықты ғой. Соны звондайды біреулер. Қайрат Қазансағы өлтіріп көтермейді. Саған звондап жатырмыз, сен көтермейсің. Өсіп жұрттың бәрі шулап жатыр депті. Сосын ішіне ойладым, енді бұл енді өмір жасы ұзақ болады дейтін еді ғой. Осындай әңгіме айтса деп, өмір жасы ұзақ болсын деп ішінен тілегімді қойдым. Енді одан кейінгі жетістіктер енді әрқайсысы өзінше жаңағы бір неден кейін ступенькамен кете берді ғой. Ән бірінен кейін бірі хит бола бастады. Көз жасын көмектеспейді, жаздың соңы, айналайын, бірінен кейін бір қай ән шығарамыз, осы жұрттың бәрі күтіп тұрғандай бірден сол хит болып жатты. Сен мені түсінбедің, соның бәрі шығып жатыр. Қыдырәлі Болмановқа да рахметімді айтам, Майраға да айтам, Ильясовнаға, мейлі жаңағы қай қайсы болса да мен алдына барғандардың, солардың бәрінің маған жаңағы кел деп алға салмағанына мен қуанамын қазір. Өйткені солардың арқасында, солардың жаңағы осындай жаңағы сол намысқа тырысып, мен соған жетем, мен осыдан қай жерім кем, мен де тура сондай адаммын деген сияқты маған сондай ой туып, осындай маған шанс берген дейді ғой. Сол кезде сіздің қақаған қыста жаңағы афишаларды, плакаттарды өзі іледі деген рас па? Мен балдарға ақша берем. Бір күнге $200 берем салға. Сен плакаттың бәрін, афишаның бәрін ілші деп. Қараймын, барып аралап қарап көрем, мен афишаларым тұрған жоқ. Бір-екі жерде ғана тұрады. Ешкім оны естатқан жоқ. Сосын олардан сұраймын, сен ілмепсің ғой десем, қыздар ұрлап кетеді дейді. Оған сенбейін десем, шынында Қайраттың афишасын бәрін қыздар ұрлап кетеді. Бір шетінен ойлаймын, ана жас бала ғой, 5-6-ауын іліп, жаңағы ілмей қоя салған шығар, оған бәрібір ғой, мені алдаған шығар деп. Одан кейін түнгі сағат 12-ден кейін жұрттардың бәрі ұйықтап қалды ау деген кезде түнгі сағат 12-ден кейін сол 2-3-ге дейін бір таныстым, жаңағы інілердің, бірсілердің машинасына мініп аламын да, енді ағайындардың ішінде балдар бар, жаңағы Алматыға деген солардың машинасына отырып аламын дағы. Мен анда апар, мұнда апар деп жаңағы афишаны ілген кезде есімнен кетпейді. Тырнағым үшін бәрі ашиды. Ана столбыға жапсырасың ғой, бір афишаны жапсырасың, клей ажырап кетеді да, жаңағы жабыспайды, қайта түсіп қалады. Сол бір афишаны ілу үшін мен қолдарым істемей қалады да, суықтан, аязда. Ақтөбеде, білмеймін ғой, ол кезде бірінші концертті үлкен стадионда алғанмын ғой. Сөйтіп Қайраттың афишасын ілсем, как раз ол кезде Путя солардың несі жатыр, неге сайланып жатыр депутатқа. Депутаттыққа сайланып, жаңағы афишалардың бәрі іліп тұр көшеде. Мен барып баламдікін ілсем, жас қой енді ол кезде Қайрат 17-те ма? Ілсем, бәрі айтады, ойбай, тіп-тиктай бала өзін-өзін жаңағы неге ұсынып жатыр ма, депутатқа ұсынып жатыр ма деп, ойбай деп кетеді да адамдар. Ол кезде жаңағы соткын еншіп жатқан уақытты музыкасын қоям. Мына бала ғой деп арман детем. Қой, осы балама біз оны көру арман ғой, жаңағы бала шағамызды жақсы көреміз деп. Енді оны қабір естейді дейсің, бір 5-6 ұсайды, 10 шақты ұсайды. Енді бүкіл адамдарға айтамайсың ғой. Сонымен Қоныс деген стадионда алып алғам, Бақай тобын шақырып қойғам, ортасында өлең айтып беріңдер деп. Олардың гонорарын, жолын бәрін келісіп, бірақ 100-ақ билетім өтті. Үлкен стадион, пәлен мың адамдық. Сол концерт болатын кезде менің қатты қуанғаным, енді бір апта қалған кезде арман әні бар ғой, сонда суды сабалап отырып, анау амулет түседі ғой, ішіне жаңа кулон бар ғой, арманда. Соның әкелдім да, жарнамаға қосып телевизордан шығардым рекламасын. Одан кейін барып концерт болатын кезде, қараған кезімде адам тола, кіре алмай, есікті сындырып жатыр. Балдар жылап тұр, мамаларын боқтап, жаңа титтей балдар ғой.
Қайраттың нұртастың бетін көре алмай қаламын деп шығынға ұзап жатқан балдар, мен 100 адам келеді деп қорыққанмын, мен қалай ана жердің арендасын төлеймін, қалай бақай тобын төлеймін, мен енді масқара ғой бұл. Үлкен стадионда алып, неше сен бір 100 адам отқан. Сол тур концерт болатын кезде, пәлен мың адам келген кезде мен қатты қуандым. Қайраттың инстаграмдағы парақшасын қадағалап отырасыз ба? Жалпы халықтың пікірін оқып тұрасыз ба? Енді бәрін оқу мүмкін емес Қайраттың. Андасында бір көзім шалып қалады. Өйткені өте көп. Оның 1,5 миллион подписчигі бар ғой. Инстаграмда қолданушылар сұрақтар жазғанда жауап бересіз бе, жоқ па? Мен көбіне жауап беремін, бірақ таңғалып бәрі жұлдыздардың бәрі жауап бермейді, сіз жауап бересіз, рахмет деп шығады енді. Керек адамға мысалға көрмей қалуларында мүмкін, мысалға бәрін ақтарып жатпайсың ғой. Көріп қалсам, жауап беруге тырысамын. Бізде сіздің қолданушылардың ішінен бір іріктеп алған бірнеше сұрақтарымыз бар. Күйеуімнің тоқалы болған емес, болмайды да шығар деп ойлаймын. Тоқалы бар адам өз белгілі болады ғой. Кешке үйіне келмей, андамда кетіп қалды деген сияқты. Маған ең ұнамайтын нәрсе сол. Оны күтпеймін. Оны жолдасым да біледі мысалға. Кейде айтып отырады. 16 жастағы 16 қызда келіп қойсам да, Құдай сенен айырмасын. Сенің алдында кетейін деп та, мен басқа біреуге қалдырмасын деп. Бірақ енді жұрт шыға береді ғой. Екі жақта тұр екен деген сияқты, бірақ мен Қайраттың жұмысымен көбіне Алматыда жүремін. Папасы сол астында жұмысы. Осы сөзге жауап бергенде жақсы болды ғой қойғандарыңыз. Мен енді пластикалық операция жасатқан жоқпын. Бірақ жасатты деп айтады бәрі де. Енді ботексті кім салдырмай жатыр? Қазір барлығы салдырады. Ботекс деген 6 айға негізі салынады. 6 айға дейін мысалға күлсең, бет оның бәрі мертвый қылып тастайды. Сосын кейін күлсең, көзің күлмей тұра ма бірдеңе. Соны мен салып көргенмін жаңағы. Уже біз енді 40-тан асқаннан кейін өзімізге қарауымыз керек. Сахнаға шыққасын, елдің алды болсын. Енді біреулер айтады, ақшасы бар ғой, неге өзіне қарамайды бетіне дейді. А біреулер не керек оған дейді. Мысалға әркім әртүрлі нәрсе айтады. Енді ол ботекстің кетіп қалды, айтқанда қазір жақсылап қарасаңыз жерлерінде ірі қыртыстар тұр, бірақ енді макияжбен жауып қоямыз ғой. Оны қайта салдырайын десең, күлген кезде көзің басқа көреді, қасың көтеріліп кетеді деген сияқты. Оның күші кетіп қалды. Қимылы жоғалады бетіңнің, иә? Қимылы жоғалады. Мысалы, еркін бүйтіп қимылдап. Қимылы жоғалған кезде бәрі жылап кетті. Пластикалық операция, мен де пластикалық операция жасатқан жоқпын, бірақ келешекте бір үйрену нұсқасын жасатсам деген ойым бар. Өткенде бір құрбым жасатты, мұрнының үсті дөңкиген тұғын, сол мұрнын әдемі қылып жасатты мысалға. Неге болмасқа дейсіз ғой? Иә. Казиноға ақша құртқан үшін дейсіз ба? Енді ол бір кездері болды. Қазір Құдайға шүкір Қайрат казиноға ақша құртып жүрген жоқ қой. Енді Қайраттың ақшасы болғасын, жанында азғырушылар көп болады. Қайреке, қақа барамыз деген сияқты. Кейін Қайраттан сұрасам, маған түк қызықпай кетеді дейді да. Сол кезде кейін достар айтты, балдардың өздері татады соған. Қақа барамыз Қайреке деп әнші дейді. Олар Қайраттың арқасында тегін ішіп жүреді ғой. Иә, соған сосын ол жерде казинода суға бірнәрсе қосып береді дейді, бірдеңе істеп жатады дейді, шақырып жатады дейді. Болмаса досына ақша төлеп әкеліп берген үшін бүйтеді дейді. Сондай нәрсе көп екен ғой. Оны Қайраттың өзі түсініп, мүлдем бармай кетті. Құдайға шүкір. Мен жауап бермеймін оған. Неге? Сол сөз ол жағынан қозғамай қойсаңыз да болады. Мен айтып кеткем халықтың алдында. Оның жақында өз уақыты болады, сол кезде айтылады деп. Біз күзде түсіреміз деген киномызды көктемге қалдырдық осы. Сондықтан да енді ең болмаса көктемге дейін шыдаңыздар. Сосын бәрі айтылады. Демек көктемде келініңіз жайлы барлық ақпаратты жайып салатын. Құдай қаласа. Сыйлық алуға мен Қайратқа тоқтам қойған емеспін. Бірақ кішкене мен өзім бұрын Қайраттың бірге концертте жүргенде қорқын қарап алатын жаңағы жұмсақ ойыншықтар ғой. Мишка дейді, бірдеңе дейді, солардың ішіне біресе сап қоя ма. Өйткені мен ол басынан талай өтті. Осы бір қалада бір әйел мен қыз келіп маған жаңағы біраз зат берді, Қайратқа бер депті. Сол кезде артынан келіп 2 әйел айтты, ананы тез құртыңыз деп. Неге деймін ғой. Сөйтсем, ол жерде кофе, тәтті, конфет, сок сондай да. Анаған сосын бір дұға кітап, сондай заттар. Ана заттарға өңшең оқытылатын нәрсе. Тәттіге салынады, суға салынады, сосын кофе обязательно қалайда сондай салынады. Қорқып кетем ғой, дірілдеп кетем ғой жаңадан кейін. Бардым да жаңағы көрінбестен жаңағы артына апарып, концерттің залдың артына апарып лақтырдым. Сондай көп нәрсе отқан кейін қорқып жаңағы баламды кішкене абайлап сөйтіп. Қайраттың енді шаршадым болды, тастаймын деген кездері болды ма? 1-2 марта осы шаршадым деп айтты, бірақ өзі артынан келіп, мама, шүкір осығанда. Мен негізі дұрыс айтпадым. Енді кейбіреулер айтады ғой Қайратқа, ақыл көп қой енді.
мамаң сені аямайды, мамаң бүйтеді, мамаң сөйтеді деп нетіп қалады да. Одан кейін соған кейде қанша деген адам ғой ол, иланып қалады да. Кейін өзі ойлап қарайды. Одан ол, мен сол кезде бос жүремін оны, сол армандаған кезде. Қарайды, ол қайда төмен түсіп бара жатыр. Ал адам еңбек еткен сайын жоғарылау деп мысалға. Прайм Плазадағы болған жағдай бізді бәрімізді шошытты. Енді уақыт өткеннен кейін себебі де белгілі шығар. Сол туралы айтып берсеңіз. Енді ол кезде мен ондай жағдай күткен жоқпыз баламыз екеумізде. Соны бізге қанша айлар бойы звондап телефон соғып жүрді. Біз келіспей жүрдік. Енді ең соңғы барлық әнші шығып болды караокедің несімен. Енді сіздер қана қалдыңыздар. Ең соңғы жабатын Қайрат жабса, соңғысы болады деген кейін. Енді ұят шығар осы уақытқа дейін шықсын деп жалынып жүрді. Енді соңғысы жарайды, енді қатысып берсін деп. Сөйтіп біз тағы бір-екі жерде заказ түскен, оны біз жаңа қарсылық білдірдік, жоқ, біз мына жаққа қатысып берейік енді, ұятты деп. Сөйтіп бұлар келісіп, артынан бір 3 әнін айтатын болып келістік. Содан кейін рөлде кетіп бара жатқан машина сөйтсем, бір сигнал берді машина. Соны терезені аштым да, нетпен бала шағасымен мен көріп мәз. Енді аз күнде жаңағы Қайраттың концерті болады ғой, Құдай қаласа деп сөйтіп не қылды да, біз барамыз деп сөйтіп айқайлап жүреді. Сосын күлдім, осылар Қайраттың бір жай жаңағы қатысып болса неге Қайраттың концерті дейді екен деп. Сөйтсем мен түсінбеппін, сөйтсем барлық жерде баламның үлкен афишасы, қонақта дегенді өте көрінбейтін майда жазумен жазған да. Қайраттың суретін өте үлкен қылып шығарған. Соған жұрттың бәрі тегін концерт, Қайраттың концерті деп жан-жақтағы осы ауылдың бәрі бала шағасымен келген ғой, майда бала шағасымен. Енді ол кезде өте ауыр соққы болды. Сол келген кезде мен бәрінен қорқам, жаңа үйде отырмыз, терезеден қарасақ қаншама бізді аңып тұр. Қаққа барады, не істейді, біз тур бір халықтың жауап көріндік та. Қаншама милицейский машиналар бәрі біздің подъездердің алдында аңып тұр енді. Кім жасап отыр бұны? Бұл қасақанама сізге жасап отырған? Бұның себебі неде жалпы осы? Сіз күдікті адамдарыңыз бар ма? Күдікті адам болғанда бұл енді әртүрлі жолмен айтылады. Мен өзім осы уақытқа дейін маған жұмбақ. Енді қалай болғанда да Қайратты бір қамату керек болған сияқты. Кейін әңгіме бәрі шықты ғой. Таксиге біреулер мінген, таныстарым сол кезде айтыпты. Таксистке айтқанда, аға тез кетіп қалыңыз, қазір жерде соғыс болады деген. 4 жігіт түсіп кетті деген. Одан кейін жаңағы қолдарын ұстап алып, бәрі айналып тұрып, адамдарды итеріп кішкене не жасағанда, жаңағы қимыл жасағанда, жаңағы ана ашылып кетіп жұрттың бәрі жүріп барды, сонда адамдарды итеріп жатыр, қысып. Мен бір қарағанда бір коляска адамдардың төбесінен жерге былай түсіп жатыр еді. Мүгедек балалар отыр ана жерде. Кішкене балалар шыңғырып жатты. Демек бұл қасақана. Иә, қысып жатыр адамдар. Балдар жоғалып жатты, әйтеуір жылап жатты біреулер. Түсініп кетті өзі. Кімге керек болды бұл? Мен білмеймін. Оны айтуға да қорқамын шын айтқанда. Неше түрлі ойлар түсті, бірақ мен оны толық білмегеннен кейін мен оны айтуға қорқамын. Өйткені мен сөзім өтірік болуы мүмкін екен. Бізде тек қана мысалға болжам болды. 2-3 түрлі болжам, оны айта алмаймын. Кейін осы теледидарға да шығармай қойған кездер болды ғой, тыйым салынып, иә? Теледидарға шығармай қойды, иә, Қайратты еш жер қабылдамай. Енді біз Қайрат екеумізде ас батпай, ұйқы көрмей қанша күндер, мама енді мені ату жазасынан ете ма, адам өлді ғой дегенде Қайратта сондай қорқыныш пайда болып, соның жүрегін дірілін көрген кезде мен енді ол кезде де айта алмаймын қандай қорқынышта болғанымды. Тамақ батпай, ұйқы келмей, сол түнімен Құдайдан сұрап, не болады екен, не дірілдеп қалтырап отырдық үйде. Бұл енді жаңағы жұлдыз болудың бағасы шығар бәлкім. Балшы, нелеге сенбеймін ғой, бірақ өткенде бір балшы емес, ол Құранмен ғана айтатын бір кісі деп жатты, өткенде бір несінде, бірақ айтып отқан сөзіне қарасам, өте тура да. Бір баласымен енді мен және Қайрат бірге суретке түсіп қалғанбыз ғой. Сонымен баласының суретін таппай, суретін апармақшы болып, жаңағы апаға алып барған Құранмен алдына отырады екен. Сіз еш нәрсе айтпайсыз, бірақ өзі айтып береді да. Сол кезде айтты, Қайрат туралы, мен туралы. Апа айтты, жоқ, сен Қайраттың тасқан емес, мен баламды әкеп тұрмын, балама айтып бер деген кезде, өзінің баласын айтып отырып, тоқтатып, және айтыпты. Тұра тұрыңызшы, мына Қайрат тұр ғой. Мен айтпауыма мүмкіндік жоқ. Бұл бала деген сұмдық қой, мынаның не деген тілгөз мына балада. Анасында не деген тілгөз, не деген дұға бұл жасалынған. 2 аяғын байлап тастаған ғой мынаның. Керек десеңіз жаңағы тағынан түсіп, бірінші орнан түсіп қалсын деп те жасаған ғой мынаны деп сөйтіп айтқанда. Кім жасағанын айта ма сол кезде? Мен оған барған жоқпын, маған тек телефонмен айтты. Тәте, осылай деп жатыр, сіз көрінсеңізші деп айтты. Мен енді ондайға біз онша сенермейміз, қайдам деп қойдым. Бірақ мына баланы ұстап тұрған анасы екеуінің бір-ақ нәрсе бар деп.
ол не деген екен сөйтсе, адамдардың тілегі дұғасы. Жұрттың бәрі жаңағы Қайрат аман болсын, әйтпесе бұған істеліп отқан нәрседен бұл тірі жүру де мүмкін емес деп та, бұған даже өлімге оқып қойған деген сияқты. Сонда мысалға авария болып жатыр, апат болып жатыр, мысалға ана машинаны түгі қалмай жатыр, қайта-қайта, бірақ Қайрат аман шығып жатыр. Соның бәрі мысалға адамдардың тілегімен дұғасы деп жатыр мысалға. Нумерологияға сенесіз бе? Шынымды айтсам, мен оны білмейді екенмін. Осы маған жақында ғана біреу сұрақ қойды. Сондай барасыз ба деп. Мен жоқ, ол не деп сұраймын ғой. Сөйтсем, сіздің туылған күніңізден бастап. Иә. Олай болса, сізге тосын сый болсын. Біздің Айсұлу атты нумеролог тек қана сіздің туған күніңізді, айыңызды, жылыңызды беріп, сізге бір сипаттама жасап береді, болашағыңызға кішігірім болжау жасап береді. Көрейік қаншалықты рас болып шығар екен. Наша героиня родилась 12 апреля. В техническом раскладе очень яркой стороной этой нумерологии выходит, безусловно, конечно, тысячная нумерология. Нумерология людей-тысячников говорит о том, что эти люди, они лидеры. Они во всем должны быть первые, это лидеры. И они очень сильные, конечно, в плане того, что амбиции у них не средние, не обычного человека. У них высокие амбиции, даже иногда где-то завышенные. Но при всем при этом она очень четко понимает, что она хочет и как она хочет этого добиться. Она при этом великолепный, конечно, организатор. Такие люди, уникальные педагоги бывают, воспитатели, психологи даже могут быть. Она невероятный перфекционист. Почему? Потому что она, как организатор, должна всегда все до конца просчитать. Есть у нее минусовое качество, то, что где-то такая авторитарность, что ли, внутри присутствует. То есть вот мое мнение, вот оно мое, и оно правильное. Такая вот очень сильная. Все в жизни у этого человека часто может приходить через страдания. И она берет какие-то правильные вещи от жизни через опыт других людей. То есть она в этом плане такая мудра. Она уже с рождения все должна была знать. У нее вот какой-то такой вот опыт мудрый, очень внутренней мудрости есть. Келісесіз бе? Келісем, өйткені күйеуім айтып отырады кейде достарым айтқанда, қыз деп жатыр десе, Найманның қызын ал, Найманның қызы не бар қылады, не жоқ қылады деп отырады. Оның үстіне мен мысалға бір жұмыс жасаймын деп айттым ба, жоқ, бүйтпе деп айтса да, мен соған үйтем, бүйтем, қоймай соған жетем да. Сосын кейін кейде келіп айтады, саған айт не айтпады не, бәрі өзің істейсің деп. Бірақ оған маған қарсы шығайын десе, мен істеген тірлігіммен сол дегенмен жетем. Соны нанын жеймін. Одан кейін оған үйренді. Бірінші кезде неге бүйттім, неге сөйттім дейтін еді ғой. Бірақ соны қазбаламын, әйтеуір соған жетем да. Сіздің арманыңызға жету үшін көптеген белестерден өтіп, қазір үлкен шында отырсыз. Солай ғой? Құдайға шүкір. Құдайға шүкір, Қайратты бұны қабылдап отыр. Ары қаратай жоспарларыңыз қандай? Сіз де ары қаратай итермелейсіз бе? Қайрат үшін ойлайсыз ба? Жоқ әлде бұл балаға еркіндік бересіз бе? Енді еркіндік бермей мен бір Қайратты бір деген болдырмай отқан сондай бір біреуде ойлайды да, бір кобра сияқты елестетеді да. Енді продюсерлар сондай болады ғой? Жоқ, негізі сөйтіп ойлайды бәрі. Қайрат мысалға деген жасайды, бірақ ол ата-ананы тыңдап, сондай тәрбиеде болғаннан кейін бәрі ойлайды, жаңағы әке-шешесінің айтқанынан шықпайды деп та, бірақ ол бармайым деді ма, мысалға қоймайым деді ма, ол айтқанын істетеді, біз оны тыңдаймыз Қайратты. Бұрын біз Қайратқа қалай айтсақ, қазір Құдайға шүкір Қайрат ел ағасы болып, анасына, әкесіне, інілеріне айтқанын тыңдай алатын жағдайда қазір. Жан-жағында достарына, бәріне айтқанын жүргізе алады Қайрат. Менің ғана сөзіммен жүріп тұрмайды ол. Қайта қазір мама, жоқ былай болмайды, былай болады дейді. Мен оны тыңдаймын, соған қарап жұмыс жасаймын. Көп адам несін, сен өткенде бір актриса апайды көрдім, сен Қайратқа бостандық берсе деді да. Қайрат бостандыққа шыққан күнде де бізді тыңдайды ол. Не істейін, дұрыс істеп жатырмын ба, жоқ па деген сияқты. Біз онсыз да тыңдаймыз. Сізге көптен көп рахмет, уақытыңызды тауып келгеніңізге. Бір-бірімізге ашық болайық, өмірімізге ғашық болайық. Өйткені осылай өмір сүру мүлдем ұят емес.